4-ге деймін. Ал мұнда F пен D дедім, е? Минус 4-те минус 2-ге. Тұра 4-те минус 2-ге терімді. Барлықтарыңызда солай ма? Я. Қалғандарыңыз? Я. Жақсы, ондыша отырамыз. Қатера отыра ғой. Енді сабақта жаңа орындаған тапсырмаларыңыз түсінікті, е? Енді қазір орындайтындарыңыз сіздерде аяқталмаған сөйлем деген тақырыпта толтырасыздар, е? Және өз ойларыңызды білдіресіздер. 1-2 минут уақыт сіздерге ойланып, аяқтап айтуға. Не болды олар? Толтыра қойыңыз. Толтырыңыз. Толтырамыз. Естеріңде бар ғой, қалай толтырылатыны? Бүгін сабақта мен не түсіндіңдер, сосын не білдім, неге көздерің жетті, қуанған жағдай, не үшін мақтан етесіздер өздеріңізді, сосын сәтті болған нәрсені айтасыздар, қызықты болған, қиындық тудырған жағдайларыңызды айтып шығасыздар. Осы центрлік симметриялық етулер сол жайында жазасың, мысалы. Тағы не түсінді? Олды ма? Басқалар түсіндіріп кішкене. Қалғанымыз болды ба? Азиза, Зухра, Жеміс. Жеміс. Енді ойлан. Не білдір, не жаңа түсінді? Көзін неге жетті? Болды, бе? Ал, кезек-кезекпен. Бірінші ұлан. Ұлан басқа. Ұлан. Тұра ғой. Толтырғандай, бүгін сабақта не түсіндің? Мен түсінгенім, ол осьтік симметриясын түсіндім. Сосын не білдің? Не жаңа нәрсе? Айтам. Не білдің? Білгенім не? Точкаларды қалай қоюға. Нүктелерді қалай дұрыс қоюға. Оларды қалай центрлік симметриялармен табуға. Сосын, сабақта қуанқаны не? Қуанқаны центрлік симметрия. Центрлік симметрия. Ерекше маған ше? Ерекше маған. Ерекше осьтік симметриясы. Осьтік симметриясы. Қиындықтар тудырған жағдайлар? Ол центрлік симметрия. Центрлік симметрия кішкене қиындықтар тудырған. Жақсы. Қатира. Бүгін сабақта мен осьтік симметриясын түсіндім. Оның қалай бөлінетінін, қандай болатынын білдім. Оның қалай сызылатынын көзге жеткіздім. Мен өзімді сабақты түсінген үшін мақтар едім. Маған ерекше ұнағаны осьтік симметриясы. Бүгін маған тақырып сәтті түсті. Қызықты болған фигуралар. Менің түсінгенім осьтік симметриясы. Енді мен 10 балл аламын. Жақсы.
Азиза. Азиза. Мен өзімді сабақты түсінгенім үшін мақтар едім. Маған ерекше ұнаған өздік симметрия. Бүгін маған тақырып сәтті түсті. Қызықты фигуралар. Центрлік симметрия. Зухра, саған қиындық тудырған. Центрлік симметрия. Центрлік симметрия. Жақсы отыра ғой. Азиза. Бүгінгі сабақта мен осьтік симметриясын түсіндім, оны білдім. Оның қалай сызылатынына көзім жетті. Бүгінгі сабақ қуантқаны тақырыпты жақсы түсіндім. Мен өзімді сабақты түсінген үшін мақтар едім. Маған ерекше ұнағаны центрлік симметрия. Центрлік симметрия. Жарайды, қазір. Қиындық тудырған қандай жағдай? Ештеме. Барлығы түсінікті, иә? Жақсы. Жеңіс. Тұра ғой. Айта ғой. Барлық сұрақтарына жауап бердің бе? Жоқ. Жарайды, қайсына жауап бердің? Айтшы. Айта ғой, даусыңды шығарып айта ғой. Бүгін сабақта мен түсіндім осьтік симметрия. Осьтік симметрия, не түсіндің? Енді қиындық тудырған қандай жағдай? Сол осьтік симметрия. Осьтік симметрия кішкене қиындық тудырды. Жақсы. Отыра ғой. Енді қараңыздар, алдарыңызда стикерлер бар, е? Сол стикерлерда бүгінгі сабақ бізде үшінші күн қайталанып отыр, осьтік симметрия және центрлік симметрия ретінде. Сол себепті алдарыңыздағы стикерлерға кішкене сабақтан алған әсерлеріңіз, бүгінгі сабақ бар, оның алдында енді біз тереңірек оқымадымыз ғой сол сабақта. Сол жайында өздеріңіздің ойларыңызды жазып жіберсеңіздер. Жазып болғасын ағашқа ілулеріңізге болады. Мүмкін бір тілектеріңізді бір стикерға, екіншіге жазғыларыңыз келсе, стикерлер тағы таратып беремін. Жақсы ма? Жақсы жауап болса. Тағы жазатын болса жаза ғой. Тағы жазарларыңыз бар ма? Жоқ. Жоқ, Ендеше сіздерге бүгінгі сабақтың қорытындысын көрдіңіздер, өз ойларыңызды жеткіздіңіздер. Енді сіздерге үй жұмысы ретінде номер 1134 есеп. Ол есептерде сіздерде берілгені түзу, түзу бойындағы осьтік симметриясын табуларыңыз керек. Қандай есеп? 1134 есеп. Нүктелер берілген. Мысалы, сіздерде берілген бірінші нүкте ол А нүктесі, минус 5-те 3 дейді. Осы нүктеге енді центрлік симметриясымен, осьтік симметриясымен керісінше нүктелерді сызасыздар. Сонда координаталық жазықты аласыздар өздеріңізге. Мысалы, минус 5-те 3-ті тауып аласыздар, Мысалы, минус 5 мына жерде болып, 3 мында болса, сіздер осыған А нүктесі деп қоясыздар, Енді оған осьтік